Қуандық Шамахайұлы мөлиген адам. Осыдан бірнеше жыл бұрын жазда үкіметтік бағдарламаның жобасы бойынша батыс өңірдегі бір облыс орталығында іссапарда болған ем. Негізі 3 күнге жоспарланған жұмысым бақандай бір аптаға созылып кетпесі бар ма? Сол сапарда естіген мына бір махаббат хикаясы әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Талай рет жазуға оқталдым. Бірақ оқиға кейіпкерлері таныс біліс адамдар болғандықтан батылым бармаған еді. Бірақ белгісіз біреу ту сыртымнан жаз, айт, біреулерге сабақ болар деп сыбырлағандай бола берген соң жазбасыма тағы болмады. Мен орналасқан қонақ үйдің астыңғы қабатында мейрамхана болды. Оның қожайыны жасы 50-ді еңсерген, мінезі ашық, пысық апай мен 20 жастағы қолдаяққа тұрмайтын даяшы пысықша қызбен таныс болып қалғам. Әйел заты қашанда бір-бірімен тез тіл табысып жатады ғой. Қонақ үйден гөрі жұрт дәл осы мейрамханаға тым үйір секілді. Мен таңғы ас пен түскі асты ғана осы мейрамханада ішетінмін. Кешке көбінесе жергілікті жердегі жобаға қатысушылар, қоғамдық қордың белсенділері үйлеріне шақырып қонақ қылады. Қайтатын күні түсте қоштасу дастарханы ұйымдастырылып, мейрамханада тамақтанатын болдық. Жобаның облыстағы өкілі мен мейрамхана қожайыны екеуі сыныптас құрбылар болып шықты. Қожайын әйел менің ең жақсы көретін тамақтарымды арнайы әзірлетіпті. Сыныптастар өзара үй-жай, бала-шаға секілді ұсақ-түйек бірдемелерді сөз етіп отырды. Залда адам аз болатын. Сол сәтте орташа бойлы 50 жас шамасындағы бір ағай ішке енді. Осында бір апта болғанда жанарын бір нүктеге қадап алып отыратын бір түрлі мелшиіп қалған адамды осымен 4-ші рет көріп отырмын. Кіретте бұрыштағы үстелге барып жайғасады. Ешкіммен сөйлеспейді, жан-жағына да қарамайды. Киім киісі жинақы, таза, әлде бір кезбе адамға мүлде ұқсамайды. Бірақ түр-тұрпаты бір түрлі мөлиіп қалған біреу. Бір жолы алыстан келген болса керек, 2 жігіт бұрыштағы оның отыратын үстелінде тамақтанып жатқан. Әлгі мөлиген кісі кірді де үстелді тоқпақтап айғай салды. Мейрамхана қожайыны әйел абыржып кетіп, ана 2 жігітке жалынып, өзге үстелге отырғызып, мөлиген адамды орнына жайғастырып бәйек боп жатқанын аңғарған ем. Содан бері сол үстелді мөлиген кісінің еншісіндегі орын деп білген екем. Адам көп болсын, аз болсын, әлгі мөлиген адамға қожайын әйел міндетті түрде өзі қызмет көрсетеді. Байқалғаны, әлгі ағайдың тәрелкелері, кесесі, қасық шанышқылары да дербес. Осы жолы да әдеттегідей қожайын әйел орнынан атып тұрды. Ас суын апарып алдына қойды да, алжапқышының қалтасынан тарақ шығарып, оның шашын тарап берді. Оның бәрін ерекше бір ықыласпен, зор махаббатпен жасағандай көрінді. Онымен қоймай, әлгі кісінің киіміне жабысқан шөп шалаң ба, қылшық ба екен, бірдемелерді теріп тастап жатыр. Оған мән берген мелши жоқ, тамағын қасықтап жеп отыр. Жергілікті өкіл апай оларға қарап отырып терең күрсінді. Мен де оның кім екенін сұрап үлгердім. Зақымдалып, осындай күйге түсіп қалған бейшара. Қожайын апайдың туысы ма? Жоға. Қожайын әйел келген соң мен былай дедім. Сіз мейірімді жансыз, апай. Қазіргі заманда сіздей адамдар сиреп кеткен. Қожайын әйелдің жүзінде қуаныштың ізі байқалмады. Өңі бұзылып қызарып кетті. Сөйтті де ас су қаммен тұрып кетті. Негізі сыныптас құрбысымен әжептәуір отыратын сыңайлайды. Әуежайға шығуға әлі де ертерек. Мені ұшаққа дейін шығарып саламын деген жергілікті өкіл бөлмеме келді. Ол әйел табысты жұмысы үшін маған өте разы, хош еді. Осы сәтті пайдаланып, әлгі мелшиген адам мен мейрамхана қожайыны арасында қандай байланыс бар туралы тағы да сұрап үлгердім.
жергілікті өкіл былай дейді: сол адам мен Сәуле үшеуміз 10 жыл бойы қатар оқып, бірге мектеп бітірген бір жылдың түлектеріміз. Оның аты Дүйсен. Бізбен қатарлас сыныпта оқыды. Оқу үздігі, басы қатты істейтін бала болды. Сәуле екеуінің арасы өте жақын еді. Оның ұлғайған кезін көріп отырсың ғой. Бой жеткен кезіндегі Сәуленің сұлулығын айтсаңшы. Мен ол екеуінің махаббатқа толы ыстық хаттарын таситынмын. Не бір керемет сөзді жазады ғой ол кезде. Мектеп бітірген соң Дүйсен Ленинградқа оқуға түсті. Сәуле Алматыдағы политехникалық институтта қалды. Маған бұйырғаны сауда техникумы болды. Тамыз айының соңына қарай Дүйсенді шығарып салатын болып, Алматыға қайтадан келдік. Біз дегенде ол екеуі ғой, мен жай атқосшы боп шауып жүрмін. Бір-бірінің қолдарынан тас қып ұстап алған, айырылатын түрлері жоқ. Ол кезде қазіргі жастардай тас қып құшақтау, былш-былш сүйісу деген онша жоқ заман ғой. Кешікпей сабақта басталды. Мен бір туысымның үйіне тоқтағам. Сәуле политехтің жатақханасына орналасты. Үй мен жатақхана арасы жақын. Таңертең кешке екеуміз жиі жолығамыз. Ол апта сайын Дүйсеннен хат алады. Екеуміз басымызды түйістіріп алып бірге оқимыз. Мен Сәулеге жатып кеп қызығам. Неткен керемет сөздер, қандай ыстық махаббат дегендей. Мәңгілік өшпес махаббат деген осы шығар деп қоям. Мен қатты қызыққаным болмаса, Сәуле аса мән бермейтін сияқты. Сөйтіп жүргенде жарты жылдық сессиядан кейін Сәулешім ұзын тұра біреуді тауып алды да менімен кездесуді сиретті. Бірге хат оқитын дәуренімізде өтіп кеткендей. Бір жолы менің төзімім таусылып, Дүйсеніміз қайда десем, бар ғой, қайда кетер дейсің? Тіпті мән бермейді де. Хат келіп тұр ма? Келіп жатыр ғой. Ана ұзын тұрасы да әп-әдемі жігіт, бірақ менің оған шыным келе береді. Казмудың 3-ші курсында оқиды екен. Жазғы каникулда туған жерімізге табан тіредік. Дүйсен де Ресейдегі оқуынан келіп жетті. Келе сала Сәулеге барған. Сосын менімен жолықты. Өң түс жоқ, әбден ұнжырғасы түсіп кеткен. Маған бір бума хат көрсетеді. Әрине, Сәулеге жолдаған махаббат хаттары ғой. Хаттарды қайтара отырып, мен басқа жігіт таптым. Сен өз өміріңді ойла. Мені мазалап әуре болма. Қош аман бол деген көрінеді. Менің жылағым келді. Екеуміз біраз бірге отырдық. Мен Сәулемен сөйлесіп көруге уәде бердім. Бірақ Сәуле маңына жолатар емес. Менің аяғым ауыр. Сен оған айтпай-ақ қой. Сен ұзын тұра деп атаған жігітке тұрмысқа шығам дейді. Бұдан кейін еш нәтиже шықпасын әбден түсіндім. Дүйсенге келдім. Сен оны ұмытуың керек. Оның қайырлар түрі жоқ. Мен оны сүйем ғой. Басқа ешкімді де олай сүйе алмайым. Сырттесіп едік қой, оны бұзуға болмайды. Солай ғой деуден басқа менде айтар сөз табылмады. Жаз бойы бейшара Дүйсен Сәуле қайда барса сол маңды торуылдаумен болды. Ештеңе айтпайды. Жай соның маңында ғана айналсоқтап жүргені. Таңертең ерте келеді де Сәуленің үйінің ауласында тұрады. Қабағы түйіліп, мұң торлаған бір бейбақ. Әлсін ауыр көрсініп, өң түстен де айырылып біткен. Ал Сәуле оның қарасын көрсе болып безіп кетеді. Шыққанмен мысық болды ғой. Ауланың балалары бірде жабылып, Дүйсенді оңдырмай сабапта тастады. Сонда да бет аузы ісіп, көзі көгерген күйі тұра береді. Күз келді. Әлгі Дүйсен оқуына кетпеймін деп қиғылық салды. Өзі әбден арықтап бітіп кеткен. Ол кезде әкесінің көзі тіреді. Ұрсып та, жалынып та көрдік, көнбейді. Ақыры мен қалалық әкімшілікте жоғары лауазымдық қызмет атқаратын ағама айтып, зорға дегенде жібердік. Біз де оқуымызға оралдық. Күзгі еңбек отрядынан оралсам, әлгі Дүйсен біздің оқу корпусымыздың алдында тұр. Сен қайдан жүрсің десем, Ресейден қайтып келдім. Академиялық рұқсат алдың ба? Жоқ. Оқуың тастағаннан саумсың?
Ол үндемеді. Мен біраз ұрсып оны қолға алдым. Мұның болмайды. Сәулені ұмыт. Дүниеде өзге қыз құрып қалды ма? Оның енді жігіті бар. Өз жаныңды ойла. Жігіттік намысын қайда дегендей бірдемелер айтқан болдым. Ол үнсіз мелшиіп тұрды да кетіп қалды. Бірде Сәулемен жолыққанда оған айттым. Ана Дүйсен оқуын тастап келіпті ғой. Иә, сөйтіпті. Біздің корпустың маңын торуылдай береді. Құрсыныш, ондай ынжық неменің маған не керегі бар? Оны солай еткен сенсің ғой. Адамды аяуды білмейтін тас жүрек екенсің, дедім мен ашуымды ұстай алмай. Мен оған адамша айттым. Жігітім бар, одан аяғым ауыр деп, тіпті пысқырмайды ғой. Сені қандай жағдайда да жақсы көре беремін дейді. Есінен адасқан шығар. Сәуленің жүріп жүрген әлгі ұзын турасы Дәурен деген, Казмуда студенттер кеңесінің төрағасы, арнайы стипендиат, компартия мүшесі, сол тұстағы сұмдық лидер. Онысын қолтықтап алып, студенттер қалашығында арлы-берлі жүргенін көрген талай қыздың ішінде қызғаныштың қызыл иті қыңсылаған шығар. Сәуле бақытты қыз, жігіттің төресі боларлықтай ерлерді өзіне табындырып қоятын тылсым қасиеті бар. Дүйсеннің хаттарын ойласам, жаным ашиды. Маған мұндай хат тұрмақ бір сөйлем арнаған тірі жан болсайшы. Сол күзде Сәуле Дәуренге тұрмысқа шықты. Отбасылық жатақханадан орын алды. Сәуле мен үшін де қол жетпес арманға айналды. Бір жылға таяп қалғанда Сәуле мені өзі іздеп келді. Тұрмыс қалай дедім. Бәрі жақсы, бірақ әлгі Дүйсен әбден жүйкеме тиіп бітті. Түн ортасында тұрып қарасам да біздің терезенің астында салпиып тұрған. Мен Дәуренге бар шындықты айттым. Онымен барып сөйлесті де. Келген соң маған айтқаны, анауыңа сөз шығындағаннан еш пайда жоқ екен. Енді оның қарасында көргім келмейді. Сен оған жақсылап тұрып айтшы. Мені шын жақсы көретін болса, бұдан бұлай мазамызды алмасыншы деп жылады. Мен Дүйсенге жалынып та ұрсып та айттым. Жауап қатпады. Үнсіз тыңдап тұрады да адам шошырлық қатты күрсінеді. Кейде бір түрлі жымиып күлгендей болады. Сөйтетте үн-түнсіз кетіп қалады. Біршама уақыт хабарсыз кетті. Мен де оны өз жөн тапқан шығар деп жүргенімде, желтоқсан айының соңында Дүйсеннен бір хат келіпті. Шекара заставасында әскери борышын өтеп жүргенін жаза келе, сенен қатты өтініп сұрайтыным, маған Сәуле туралы жиі жазып тұрш, қазір қалай, оның іші үлкейді ме, бетінде сепкіл бар ма, толғақ болып ауырып қалмады ма екен, сен бәрін жаз. Алматыда күн суық шығар, тоңып, жарап қалмасынш, көше тайғақ болса жығылып, сүрініп қалмасынш дегендей бірдемелер жазған екен. Оған аяушылық танытып, ол не сұраса, мен бәрін жазып жүрдім. Менікі не әурешілік десейші. Апта сайын Сәуленің үйіне барам. Не көрсем, бәрін Дүйсенге жазам. Ал Сәулеге ләм-мим деп ауыз ашпайым. Ол да Дүйсен туралы ауыз ашпайды. Қаңтардың аяғында Сәуле босанып, ұл тапты. Күйеуінің қуанышында шек болмады. Университеттің студенттер кеңесінің мүшелері перзентхананың алдына барып сап түзеп, Сәулені гүлмен көмкере жастады. Ауылдан әке-шешелері келді. Бір отбасы немерелі, келесі жиенді болғандарына қуанысып жатты. Ал Дүйсеннен келетін хаттың мазмұны ұлы кімге ұқсайды? Сәуленің өзіне тартқан болса екен. Аман есен қол-аяғын бауырына алғанына шүкір. Мен үшін ұлын да өзін де сүйерсің дегендей болып келеді. Мен де айтқанын бұлжытпай, екеуін екі мәрте алма-кезек сүйіп қоям. Сәуле таңданып қарап қояды. Сәуле мен Дәуреннің сәбилері қырқынан шығар-шықпаста шетінеп кетті. Дүйсенге хабарлағанымда қатты қайғырғанын жазыпты. Сәуленің көз жасын мен үшін сүрттеп өтініпті. Арада 3 жыл зымырап өте шықты. Дәурен оқуын бітірді. Облыстардың біріне жіберуге тиіс екен, бірақ ол ебін тауып жүріп қалада қалып, ғылыми зерттеу институтқа орналасып алды. Сәуле де жылап, сықтап, ұлын жоқтап жүріп оқуын бітірді. Бұл аралықта Дүйсеннен келетін хаттар легі бір сәтте толастаған жоқ. Мен жауап жазамын, бірақ сирете бастағам. Мен де оқуымды бітіріп туған қалама келіп,
қызметке орналастым, тұрмысқа шықтым. Отбасылық тірлікпен, қызметтегі қарбаласпен арпалысып жүріп, Әлгі екеуінің хикаясын ұмытуға шақ қалыппын. Сәуле оқу бітірген соң Алматыда қалған. Оқу бітіру, диплом жуу науқанымен думандатып жүргенімде Дүйсеннен бір хат келген. Армияда қалып, офицер болуым мүмкін дегендей бірдеме жазған есімде. Одан кейін хабар ошар болмаған. Дүние бір орында тұрмайды ғой. Сөйтіп жүргенде 10 шақты жыл зу етіп өте шығыпты. Сәуленің күйеуі біздің облысқа атқару комитетінің бөлімі бастығы болып ауысып келді. Сәулеге де тұтынушылар одағынан әжептәуір лауазымдық қызмет ұсынылды. Мен үшін жасымнан тай құлындай тебісіп, бірге өскен құрбымның елге оралғаны үлкен қуаныш болды. Екеуі жұптары жарасып, қолтықтасып келе жатқанын көшеде кездестіріп қалудың өзі бір ғанибет. Арасында томпиған әп-әдемі қыздары бар. Оларға облыс әкімшілігі арнайы пәтер берген. Біз отбасымызбен араласып, арқа-жарқа болып қалдық. Жақын араласа бастағанда байқағаным, сырттай қарағанда тамаша көрінгенімен, олардың да тірліктері мінсіз емес екен. Күрең қабақтанып керісіп қалатын тұстарын жиі аңғарам. Бергі жағы кереметтей көрінгенімен, тереңірек үңілсең араларында бір салқындықтың бары байқалады. Бірақ өздері оны барынша жасыруға тырысады екен. Бірде Сәуле екеуміз әдеттегідей оны-мұны бірдемелерді сөз етіп отырғанбыз. Айтпақшы, сен әлгі Дүйсеннің қайда екенін білесің бе деп сұрамасы бар ма? Армияда офицер боламын деп хат жазғаннан кейін хабарсыз кетті дедім. Студент кезімде жиі хат жазып тұрғанын бәрін айтып ем. Сәуле мұқият тыңдап отырды да үнсіз ауыр күрсінді. Тағы бірде Сәуле күйеуі Дәуренмен аралары суып бара жатқанын айтты. Ол ғылыми зерттеу институтта бөлім меңгеруші болып тұрғанда бір лаборант қызбен әуей болған көрінеді. Кейін олардың хикаясы ұжымда әшкере болып, мәселе партиялық іс-шараға дейін насырға шапқан екен. Ол кезде компартия ұйымдары лауазымды қызметкерлердің отбасылық, моральдық ішкі тірліктеріне де араласатын заман еді ғой. Партиялық шара қолданудан құтылу үшін провинцияға ауысуларына тура келген екен. Өмір өзен өз ағынымен алға жылжып, тағы 5-6 жыл өте шықты. Мен құрбымның да, оның жолдасының да қызметте өсуін күтіп жүретінмін. Ал олар өсу емес, құлдырау жағына қарай ойыса берді. Дәурен ішімдікке тым әуес болып кетті. Облыстық театр актрисаларымен былыққаны әшкере болып, мәселесі партия комитетінде қаралған екен. Ақыры оны кәсіптік техникалық училищеге оқытушы етіп, лауазымын төмендетті. Дәурен ол жерде де тыныш жүрмей, училищеде оқитын шәкірт қызымен жүріс жүргені әшкере болды. Ол заманда мұндай теріс қадамды ұжым болып, ел жұрт болып қатты сөгетін. Қазір ғой, білгендерін істесе де ешкім пысқырмайтын. Дәуренді компартия мүшелігінен қуып тастады. Жас кезінде керемет активист, үздік оқитын алдыңғы қатарлы жігіттің сау тамтығы қалмады. Қатқан қара, шашы үрпиген қайдағы бір маскүнемге айналып шыға келді. Жұрт оны көрсе кері бұрылып, қашатын жағдайға жетті. Ол кезде 40-қа енді ғана келген жас азамат қой. Араққа әбден салынып кетті. Ал Сәуле бейшара оған барынша төзіп бақты. Оңашада көз жасын көлді еткен шығар. Бірақ сыртқа дымын білдірмеді. Қашанғы төссін. Ақыры екеуі ажырасып тынды. Неке бұзу сот жиналысының шулатып өткенін қайтерсің. Дәурен жұмысынан шығып, өзінің туған қаласына бір жолата қоныс аударып кетіп қалды. Сәуле 30-ның бел ортасына келгенде бастауыш сыныпта оқитын қызымен қалды. Тұрмыс тіршілігі тәуір болды, еш мұқтаждық көрген жоқ. Жоғары білімді, қызметі бар әйел ғой. Бірақ жалғыз басты жас әйелге қайдан оңай бола қойсын.
сөз лақтырып айналдырғысы келетін, түн ортасында есігін қағып, бұралқы төбетше қыңсылайтын еркектер маза бермейтін. Анда-санда оңаша отырып сырласамыз. Бірде ол: мен Дүйсеннің алдында кінәлімін. Қатты ренжіттім. Оның қазір қайда жүргенін де білмеймін. Іздемесем, қайда екенін табуым да мүмкін емес шығар. Осында бір туысының үйі бар. Сұрайын десем ыңғайсызданам. Сен біліп бере аласың ба деді. Мен барып әлгі туысымен сөйлестім. Дүйсен оңтүстік жақта бір шаруашылықтың басшысы екен. Үйленген, тұрмысы жақсы көрінеді. Өстіп жүргенде 70 жылдан астам дәуірлеген кеңестік жүйе ыдырап, еліміз тәуелсіздік алды, көп дүние өзгерді. Өмір тауқыметі сәулені де өзгертті. Жекешелендіру басталған тұста өз мекемесінде шофер болған Бәкей деген жігітпен бірлесіп, қаладағы ең ірі сауда орнына иелік етті. Ол Бәкей деген өте пысық жігіт. Компартия билеген қатал режим кезінің өзінде сауда-саттықпен айналысып, алып-сатар делініп, елді шулатып жүретін. Қоғам өзгергенде атақты бизнесмен болып шыға келді. Сәуле 40 шырақты әйел ғой. Әлгі Бәкеймен әріптес қана емес, ерлі-зайыпты болып алды. Бірде маған айтқаны: Бәкей білімі мен мәдениеті жағынан Дәуренге маңайлай алмайтын надандау адам ғой, бірақ көңілі таза. Жеңге салып отырсам болар, жаман адам емес. Қызымды бір бауырлы етсем, Бәкей де өз кіндігінен перзент сүйсе, жарасып кетерміз болды. Алайда әлгі Бәкейі шектен шыққан қызғаншақ. Реті келсе, Сәулені үйден шығармай қоюға бар. Ал ақша табуға келгенде оған жетер пысық жан жоқ. Сәуле жекеменшік сауда дүкенінің есеп-қисабын жасап, баласын қарап, үйде отыратын болып қалды. Сөйтіп жүргенде аспаннан түскендей аяқ астынан Дүйсен пайда болды. Көктемнің жайма шуақ бір күні жұмыстан шығып келе жатсам, есік алдында бір кісі маған қарап күлімсіреп тұр. Мен танымадым. Басымды изеп, сәлемдескен рай танытып өте беріп ем, бас салып қолымнан ұстай алды. Досым-ау, мені танымадың ба? Дүйсеннің ғой дейді. Бақандай 25 жыл өтіпті ғой. Еш қартаймаған, бірақ көп жыл бұрынғы зиялы келбеті жоқ. Өмір бойы ауылдық өлкелерді мекендегенінен шығар. Мен батылым бармай біраз отырдым да отбасы туралы сұрадым. Салт бас сабау қамшылымын дейді. Туыстарың сенің отбасың бар деп еді ғой. Досым, бас құрап көрмек болдым. Бір әйелмен 3 жыл тұрдым. Балалы болмадық. Бала асырап алып едік, онымыз шетінеп кетті. 3 жыл тым аз ғой, әлі де шыдау керек еді. Мына тұста бірдеме шоқтай қариды тұрады ғой, деп ол жуан жұдырығымен кеудесін дүңк еткізіп бір ұрды. Дүйсенді аяп кеттім. Сонау ширек ғасыр бұрынғы бозбала мен бой жеткенді көз алдыма елестеттім. Сәуле екеуінің кінәсіз пәк махаббаты көрген түстей ғана елес болып қалыпты. Дүйсен оқуға шығарып салған сол бір сәт. Туыс-туған, дос-жарандарынан қысылып, Дүйсен мен Сәуле оңашада қоштасып еді. Бір-бірін қос қолдап ұстап алған, телмірісіп тұрғаны. Үн-түнсіз тұрбақ, сезіммен тілдескендей көзқарастары елестеді. Дүйсеннің шынайы сезімге толы хаттарын Сәулемен бірге оқып отыратын күндер ойға оралды. Көзіме жас келді. Шіркін, қамсыз, қайғысыз сол күндер ай. Сонымен, Дүке, нендей шаруамен келіп қалдың? Көп жыл бойы жат өңірлерді араладым. Қай жерде де қарға тамырлық қазақ бар, бәрі жақсы ғой, бірақ жас ұлғайған сайын туған жеріңді аңсайды екенсің. Ертерек келейін дегем, бірақ Сәуленің осында екенін естіген соң айнып қалғам. Сен оның Дәуреннен ажырасқанын білесің бе? Әрине естідім ғой. Бірнеше жыл жесір болғанын да, қазір тағы біреумен бас қосқанын да білем. Дәуреннен ажырасқан ести сала неге келмедің? Сәуледе сені күтумен болды. Келейін деп ойлағам. Бірақ
реті келмеді. Жалпы болмайтын нәрсе сөйтеді ғой деді. Дүйсен ойланып отырып сәлден соң: енді не үшін келдің? Бәрібір кеш қалдың. Оған тағы да қиындық тудырасың ғой. Иә, білем ғой. Десе де екі жастың біріне келдім. Қашанғы шалғайда сенделіп жүре берем. Тым болмаса жақыннан қарасын көріп, аман сәлеміміз түзу жүректе. Енді оның басын қадіріп әурелемеймін ғой. Сосын бір кезігермін. Бір мектептің сыныптас достары ретінде еш риясыз көңілмен ғана. Сен оған айтып қой менің келгенімді. Бұрынғыдай ақымақтық жасамайым. Жасымыз ұлғайған ересек адамдар емеспіз бе деп күлмекке тырысты. Бірақ күле алмады. Жай ғана аржиғандай болды. Мен Дүйсен туралы Сәулеге қалай айтарымды білмей жүрдім. Десе де айттым, бір сөзін қалдырмай жеткіздім. Дүйсен енді жас кездегідей емес, орнықты, салмақты. Иә, келген білем, деді Сәуле. Қалай білесің? Кім айтты саған? Түсімде көрдім. Мен оны енді сезетін болғам. Бұрын ештеңе білмейтін едім. Оның ешбір эмоциясыз түрі мені қайран қалдырған еді. Дүйсеннің оралғанына да жылдан асты. Өзі еті тірі жігіт қой, тез көтеріліп кетті. Бұрыннан жинаған қаржы қоры болған секілді. Дүйсен мен Сәуленің қалай кездескенін білмеймін, сұрағанда емеспін, әйтеуір кездескені анық. Ал Бәкейдің қызғанышы тіпті өртше қаулап тұрды. Жындануға шақ қалған шығар. Біреу айтты ма, әлде тіміскілеп жүріп өзі біліп алды ма? Дүйсен мен Сәуленің романынан толық хабардар болған көрінеді. Баяғы сол Сәуленің соры болды ғой. Олардың тұрмыс тіршілігі материалдық жағынан көш ілгері кеткен. Бұрынғы шофер Бәкей енді бастық Бәкей болып өзгерген. Жеке меншігінде бірнеше кәсіпорны бар. Жергілікті өлкедегі ірі капиталист. Ауласында ең қымбат екі бірдей сүліктей қара көлігі тұрады. Мен бірде Сәулеге былай дедім: андағы ақымақ байыңнан ажырас. Қашанғы оның қысымына шыдай бересің? Оның байлығынан соқыр тиын алмаймын де. Басыңды босатса болды ғой. Ол ажырасар болса, Дүйсен екеуіңді де қосақтап тұрып өлтіремін дейді. Онда сойқанды күтуге болады. Осылайша тағы бір жыл өтті. Бірде кезекті жанжал үстінде Сәуленің де төзімі таусылды. Сендей ақымақты қандай адам сүйет деп салады. Ендеше мен сенің сүйіктіңді қазір өлтірем деп сыртқа атып шығады. Қырсыққанда Дүйсен сол маңда кездейсоқ кетіп бара жатып қарсы кездесіп қалады. Жынды Бәкей жерде жатқан құбырдан кесілген жуан темірді алады да Дүйсенді төбеден бір ұрады. Сәуле жүгіріп шығып, жерде қан жоса болып қимылсыз жатқан Дүйсенді бас салып, қанішер, мені де қос өлтір деп Бәкейге айғайлаумен ғана болыпты. Қолынан басқа не келер дейсің? Дүйсен жан сақтау бөлімінде 3 тәулік бойы ес-түссіз жатқан. Астанадан білікті дәрігер шақырылып, бірнеше рет ота жасалады. Емхана төсегіне жылдан астам таңылды байғұс. Сәуле сол күні 2 қызын алып үйінен бір жолата кеткен. Дүйсенде жақын жанашыр адамда жоқ еді. Сотқа арызданғанда ешкім болмады. Полиция Бәкейді бірнеше күн қамауда ұстады да кейін босатып жіберді. Талап арыз берген күннің өзінде қалталы әрі лауазымды адамның құтылып кетері басы ашық әңгіме ғой. Бәкейден ажырасқанда Сәуле сотта: қызым үшін бір ғана баспанаңды алам. Сенің өзге арам ақшаңның да, мүлкіңнің де қажеті жоқ деп айғайға басыпты. Әбден ашынған ғой бейшара. Әйтпесе тәрбиелі, мәдениетті, зиялы Сәуле емес пе еді? Амал нешік? Неше жерден дөрекі, соқыр сойдан болса да, Бәкей бар байлығын бере салуға да даяр екенін айтып, мәрттік танытқан көрінеді. 1,5 жылдан кейін Дүйсен жанында ештеңе сақталмаған, мәңгірген, тірі өлік болып емханадан шықты. Сәуленің оны апармаған елі, қаратпаған дәрігері қалған жоқ. Тіпті ел ішіндегі емші-домшы, бақсы балшыларды да түгендеп шықты. Еш шипа табылмады.
Содан бері осы мейрамхананы жалға алып тұрмыс кешіп келеді. Тағдырдың жазғаны ғой, не шара. Дүйсеннің есі кейде кіре ме, әлде уақытша болса да тани кете ме, Сәуленің екі бетін алақанымен қысып алып түріне ұзақ қарайтыны бар. Ондай кезде ағыл-тегіл жылайтын Сәуленің соңғы кезде көз жасы да таусылған секілді. Дүйсен мейрамханаға өзін көргендей тамақ ішуге ғана келеді де, қарны тойған соң кетіп қалады. Сосын қайда болса сонда бет алды жүре береді. Қарны ашса ғана мейрамхананы табады. Бір ғана орында отырып тамақтанады. Сәуле жұмыстан соң оны табаны таусылғанша іздеп жүріп, үйіне апарып ұйықтатады. Дүйсен өте ашуланшақ болып кеткен. Адамдармен сөйлеспейді. Көшеде кетіп бара жатып, өзінен өзі бірдемелерді сыбырлап кете береді. Бейне бір біз білетін Дүйсен о дүниеге баяғыда кетіп, оның құр сүлдерін сүйреткен өлігі ғана қалған секілді. Ал Қадиша жан, уақыт болып қалды. Кетейік. Қайдағы бір мұңлы тарихты қозғап, сені жалықтырып жіберген жоқпын ба? Жоға, ол не дегеніңіз апай? Әңгімеңіз тартымды. Өзім де білгім келіп еді. Өте аянышты тарих екен. Бәлкім жас қыздарға сабақ болар. Айта жүргеніңіз дұрыс қой деген ем. Сол жолғы іс-сапардан бері де табаны күректей 10 жыл атқан оқтай зымырап өте шығыптау.